Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз коронавирус жайлы айтатын боламыз. 2020 жылдың көктемі, наурыз айларында елімізге ең алғаш көрінбес жау COVID-19 кіріп келді. Сол кездері еліміз үшінде, бүкіл әлем үшінде ең ауыр кезең басталған еді. COVID-19 вирусы негізінде 2019 жылдың желтоқсан айында Қытайдың Ухань қаласында шыққан болатын. Сөйтіп, бүкіл әлемді аяусыз жаулаған індет адамзатты шарасыз күйге тастағандай. Бірақ әуелі Алланың және ең мықты мамандар мен ел билеушілерінің арқасында көрінбес дұшпанға төтеп бердік. Бүкіл әлем бірақ сәтте өзгерді. Еске түссе, жас тыйылмас көздегі. Бүкіл әлем қалды үйге қамалып, не туысты, не көре алмай өзгені. Қаншама жан, жақын жаннан айырылып. Дұға еттік, қол созып көкке қайғырып. Алла қабыл алған екен дұғамызды. Мыңда шүкір, індеттен қалдық айығып. Алайда, арқаны кеңге тастауға әлі ерте. Өйткені сол вирустан қалған ұсақ вирустардан әлі де құлан таза айыққан жоқпыз. Жер бетін қаптап алған індетпен күресте дәрігерлердің қосқан үлесі орасан зор. Күн бе, түн демей жолға аттанған. Азат күннің қаһарманы, дәрігерлер абзал жан. Күн сайын ауыр дертпен шайқасып, ұйқысыз талай таңды аттырған. Бүкіл әлем жан таласып әлек күйге түскенде, дәрігерлер емес пе еді жау майданын кешкенде. Әр өмірді арашалап басын тіккен қатерге. Біз айтамыз, дәрігерлер, мың алғыс сіздерге. Жанның амандығы мен тәннің саулығы өзімізге байланысты. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Өзіңді сақтаумен өзгенің өмірін сақтап қалуың әбден мүмкін. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Сау болыңыздар.